Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2022 жылы жарық көрген «Жұлдыздар арасында жоғалған» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Таиландта Хэфэй атты қытайлық жігіт полицейге әйелімді тауып беріңізші, оны іздеген жерім жоқ, таппай жатырмын деп жалынып жалбарынады. Полицей болса отбасылық ұрыс бойынша біз қарамаймыз деп жігіттің өтінішіне онша мән бермей келеді. Амалы таусылған жігіт жылап отқанда оған Джан атты полицей жақындайды. Сөйтсе ол ұлты қытайлық екен. Бала әйелімнің жоғалғанына 2 апта болды, ал менің визам 5 күннен кейін аяқталады деп көмек сұрайды. Сіздің сауалыңызды ертең қарастырамын деп өз визиткасын қалдырады. Не істерін білмеген Хэфэй ішімдік ішіп көзі ілініп кетеді. Түсінде әйелін көріп, маған көмек бер деген сөзінен оянады. Қасында бір қыз жатады. Кімсің деп оны оятса, сенен кетіп қалғаным үшін кешір деп әйеліңмін дегенге келтіреді. Бала болса оны танымайды. Сонда қыз кім екеніңді өзің айт деп телефондағы бірге түскен фотосын көрсетіп, жігітті таң қалдырады. Содан әлгі полицей Жанды шақыртып, қыздың құжатын көреді. Кейін баланыкін сұрап, оны қарай келе бәрі дұрыс дейді. Ол өз құжатын жасатып алған деп жігіт сөйлегенде, Мудзи атты әйеліне 2 апта бойы қайда болдыңыз, неге Хэфэйға айтпадыңыз десе, мен Мошанда болдым, айтпаған себебім маған көбірек көңіл бөлгенін қаладым, оған сабақ болсын деп айтпадым дейді. Әйелі еместігіне сенбей, біз қашан үйлендік, қай жерде деп сұрайды. Қашан тұрмыс құрғанын, дайвингке танысқандарын қателеспей айтып береді. Сол уақытта бөлме жинаушы қыз келеді. Ол әйелімді біледі деп, бұл менің әйелім ба жоқ па деп сұрағанда, қыз оның әйелі және телефонмен суретін көрсетіп, табуға көмек сұрағанын айтқанда, Хэфэй не дегенде біртүрлі боп, сендер бәрің жынды болып қалғансыңдар ма? Өз әйелімді қалай танымаймын деп телефондағы суреттерді қарай бастайды. Сөйтсе сол қызбен бірге түскен суреттерін көріп, жаман болып түсінбей қалады. Сен бұны қалай жасадың? Кімсің сен? Менен не қалап жатсың деп ашуланады. Сонда жігіт оның аяғында ешкім білмейтін тыртық бар деп киімін жыртып қалса, тыртық тұрады. Қыз шапалақпен тартып қалады. Жігітке отельдің камерасын көргенін бөлімшеден жіберді деп қыз туралы мағлұматты жеткізіп, сол екенін көрсетеді. Өзіңізді қолыңызға алыңыз дейді. Сөйтіп картадан әйелмен бірге қыдырып барған жерлеріне келіп, біз фотоға түскен едік, есіңізде ме? Көшірмелері бар ма деп әйелінің суретін іздеуге көшеді. Есінде емес, көшірмесі жоқ деген секілді барлық жерден сондай жауап алып, фотосын таба алмайды. Тіпті интернетте де суреті жоқ екенін біледі. Телефонмен интернетке кіріп, әйелінің құрбысына хат жазып, мені достарыңа қос, мен Мудзидің күйеуімін деп оның суретін ашып көреді. Мойнында М әрпі бар тату болады. Соны қарап отқанда бір балалар ойнап жүріп қасына жақындайды. Олар кеткенде әмиянын ұрлағанын түсініп, балалардың артынан қуады, бірақ оларға жете алмайды. Бір жерге келгенде алдынан мотоциклмен бір қыз тоқтап, байқа дейді. Сол кезде бірнеше бұзақы адамдар шығады. Қыз дулығасын шешкенде балаға әмиянын қайтарып беріп, түсіріп алдың деп оған чекті айтады. Қараса жанында тұрған кітапхананың аты екен. Соған кіріп, айналасына қарап, камераны көріп, қызметшіден көруді сұрайды. Бірақ сол кезде ар жағынан әйелі шығады. Мені аңдып жүрсің ба дейді. Қызметшіден видеоны көрсетуін өтінеді. Полиция болса ғана көрсетемін дегенде, ол Жанды шақыртып видеоны қарай бастайды. Сонда мынау менің әйелім деп үлкейтуді сұрап, видеоның сапасы жақсарғанда әлгі әйелдің түрі көрінеді. Бала таң қалып түсінбейді. Хэфэй мүмкін емес деп өзі компьютерді шұқылайды. Сонда нервтен беті жыбырлап, жүйкесі тоза бастағандай боп, қалтасындағы дәріні алып ішпекші болғанда, әйелі доктор олар зиян деген деп қолынан жұлып алады. Бері әкел деп дәріні алмақ болып екеуі таласады. Қолынан шығып кетіп, оны полицей алып, не дәрі екенін айтуды талап етеді. Айтпаған соң әйелі ол неврологиялық дәрі. Сөйтсе жылдар бойы айналысқан дайвингтің кесірінен мидың қызметінің бұзылуына алып келді деп, оған осы дәріні ұсынған. Бірақ оның кері әсері шықты. Алдымен үрейлік пен ұмытшақтық пайда болды. Кейіннен ашуланшақ, күйгелек болды деп, оны түнде тұрып қылқындырған кезін айтып береді. Бұның бәрі өтірік деп бала сенбейді. Ол менің әйелім емес, ол 2 апта алдын жоғалып кетті деп отырады. Әйелдің сөзіне сенген полицей маған енді хабарласпаңыз деп кетеді. Сөйтіп барда отырып жаңалықтан әлгі мотоциклмен тоқтаған әйелді полициямен бірге сөйлеген видеосын көріп, барменнен не айтып жатқанын біледі. Сөйтсе ол әйел полиция емес, халықаралық дәрежедегі адвокат екен. Ол бірде-бір істе жеңілмегенін естиді. Кейін соның офисіне кеп, визамның бітуіне 3 күн қалды. Жалынып одан көмек сұрайды. Келіскен Ченге болған жағдайды айтып береді. Сонда әйел бұл қылмыстық топтардың жұмысы болуы мүмкін. Байлардың жоғалуына әкеліп, ақшаларын өздеріне аударып отырған. Әйелмен қалай танысқанын сұрап, Хэфэй дайвинг нұсқаушысы болып істеп жүріп, біреу батып бара жатып, соны құтқарып қалады. Бетіндегі маскасын
карасын шешіп бір көргеннен ғашық болған екен. Ол жерде әйелінің түрі басқа екенін көреміз. Онша сөйлемейтін қыз кейін оған алғысын айтып, жұлдыздар жайлы әңгіме шығып, Хэфэй мұхит түбінен жұлдыздарды көруге болады, кейін көрсетемін деп қалады. Екеуі кездесе бастап, көлікте отқанда қызға хат келіп, жан досы Манман жеңіп алды деп қуанады. Манманды жақсы танымайтынын, кездеспегенін, театр режиссері секілді дейді. Ол Мудзи екеуміздің қарым-қатынасымызға қарсы болған, себебі Мудзи бай отбасынан, ал мен оның алдында ешкім емеспін дейді. Сонымен Чен оған көмектесетін болып, фотостудияға барамыз деп тұрады. Ол жерге келсе, біз жабықпыз, сатыламыз деп кірмеулерін қалағанда, Чен біз сатып алатын жерді іздеп жүрміз деп алдап ішті көріп шығады. Бір бөлмесіндегі терезесі сынық екенін көріп, не болғанын сұрағанда, қатты дауыл болды, содан серверге су тиіп істен шықты дейді. Сонда Чен топсасына көз салып, оны біреу ұрғанын түсініп, әдейі жасалған дейді. Сатушы кім екенін бірден түсініп, ол серверді осында қояйық деп еді деп Хассел дегеннің суретін көрсетеді. Қонақ үйге қайтып, жоғалғанға дейін не болғанын сұрайды. Бір жерге барамыз деп дайындалғанда Мудзи мазам болмай тұр, сен шыға бер, мен артыңнан барамын деген екен. Көшеде мейрам болып, халық улап-шулап тойлатып жүреді. Барда отқанда әйеліне хат жазып, жауап болмаған соң тез әйеліне қонақ үйге жетеді. Оны іздеп таппайды. Әр жерді қарап, ресепшннан сұрастырады. Ол кетіп қалған секілді дейді. Содан Чен әлгі кітапханадағы видео жазбаны көріп, оның монтаждалғанын балаға айтады. Себебі ол жерден алған кітап үйдегі кітаптан басқаша болып, Хэфэй де соны байқайды. Қонақ үйге кіргенде басқарушының киіп тұрған көзәйнегі 10 мыңдаған ақша тұрады. Оның үстіне сіз қымбат нөмірге жайғасып, байлығыңызды жасырмадыңыз. Соны байқаған олар жоспар ойлап, ұйықтататын дәрі сеуіп, сізді ұйықтатып, құжатты фотоға түсіріп, оны сканерлеп, телефондағы мағлұматтарды көшіріп, телефонды ауыстырып қойды. Кітапханадағы камераның жазбасын өзгерту үшін ақша ұсыныпты. Ал қызметкерлер неге менің әйелімді танымады десе, ол қыз Мудзи сияқты киініп, алдарынан өтіп, артыңыздан жүріп, қайта-қайта көріне бергеннен кейін, қызметкерлер сіздің әйеліңіз деп ойлаған болуы мүмкін дейді. Олар Мудзидің қайда болатынын білген, немесе оның жоғалуын ұйымдастырған деп, осылай бәрін жоспарлап, іске асырған деп болжайды. Сол кезде әйеліңмін деген қыз келіп қалады. Ченді тез ваннаға жасырады. Сонда қыз табысайық, үстелге тапсырыс беріп, бүгін ішіп, ертең бәрін ұмытайық деп келіспек болады. Чен шығып, мен оның адвокатымын деп өзін таныстырып, кедергі жасамайым деп шығып кетеді. Жігіт онымен мені қалдырмаңыз деп өтінеді. Сонда қыз, ол сіздің әйеліңіз екенін ұмытпаңыз деп тыңдау құрылғысын беріп кетеді. Хэфэй қызды күтіп отырып, құлағына құрылғыны салып қояды. Ал Чен бір шетте тыңдап, видео камерадан бақылайды. Екеуі кездесіп, айт, оларға не керек деп тігінен сұрайды. Чен айтқандай, оларды қылмыстық топ деп ойлайды. Барлық нәрсенің құны бар, қанша сұрайсыңдар, бәріне келісемін деп қыздан шындықты білуге тырысқанмен, әйел ештеңені айтпайды. Психиатрлық бас дәрігерден, егер пациент өзін жаман ұстаса, оны клиникаға тапсыратын болатынын айтып қорқытып, сенің бар меншігіңді сатуыма болады деп оның жүйкесіне тиетін сөздерді айтады. Хэфэй ашуланып итеріп жібереді. Қонақтар жинала кетіп қарайды. Сонда қыз мені ұрма деп өтірік жалбарынады. Осылай ол көпшіліктің көзінше агрессиясын оятады. Соны түсінген Чен ол әдейі солай жасады дейді. Бірақ әйеліңізді ұрлаған олар емес секілді. Егер мен ұрлап кетсем, мұндай нәрсе ұйымдастырмай, жай өтемақы сұрайтын едім дейді адвокат. Арттарынан біреу аңдып, Ченнің офисіне дейін келгенін көреді. Түнеп шығып, ертесіне көлікке отырып, қатты айдап, әлгі аңдушыдан құтылуды ойлап, ары қашып, бері қашып, қарсы бетке шығып, оның жолын бөгеп, ұзап кетеді. Бір көліктер тұрағына кеп, кіріп кетеді. Аңдушы жай қарайлап іздейді. Оларды таппай кеткен кезде, Чендер оның артынан басқа көлікпен аңдай бастайды. Оның бір жерге кіріп шыққанын көріп, ол кеткеннен кейін өздері сонда кіруге бел буады. Келсе бір ескі тасталынған ғимарат екені, барлық жер лентамен қоршалғанын байқаймыз. Содан бір бөлмеге кеп, жарығын жақса, үстел үстіндегі заттарды ақтарады, түрлі паспорттарды көреді. Ал Чен тақтадағы Хэфэйдің құмар ойын ойнап отқан суретін байқайды. Мынаның бәрі дәлел деп жігіт қуанып, ол да өзінің және әйелінің бірге түскен суретін көреді. Сонда оған біреу қоңырау шалады. Өшіретін кезде Чен теледидардан байланыс арқылы оны аңдып жатқанын көріп, екеуі қаша жөнеледі. Арттарынан оқ атып, көлікпен қуады. Жан таласып қашып, әйтеуір одан құтылады. Содан сіз мені не жасырдыңыз деп оған әлгі ойнап отқан суретін көрсетіп, сіз құмар ойыншысыз ба? Жақсы адамға тұрмысқа шықтым деп ойлаған Мудзи, ойыншы екеніңізді біліп, осының бәрін ұйымдастырып, кек алып жатыр деп ойлайды. Бала жоқ, ол мені жақсы көреді, ондайға бармайды десе, онда неге оның билеті кері қайтарылды? Неге қазірдің өзінде оның есеп шотынан ақша шешіліп жатыр деп телефонды көрсетеді. Не жасырып жатсыз? Бұның артында кім тұрғанын біліп қояды деп қорқасыз ба деп Мудзидің өзі жасап жатыр деп топшылайды. Бірақ жігіт ол екеніне сенбейді. Содан өзінің өмірін баяндап, әкем маскүнем, анам карта ойнайтын, сабақты жақсы
жақсы оқығаныммен отбасындағы жағдайға байланысты оқымай қойып Шанхайға бет алыпты. Өмір сүру үшін бір жұмыстан екінші жұмысқа ауысып істеп жүріпті. Дайвингке нұсқаушы болып кіргенде ғана жағдайы бір қалыпқа түсіпті. Бірақ айлығы бәрібір жете қоймайтынын алға тартып, бір үлкен нәрсеге жетуді ойлаған бала телефон шұқылап отырып ойынға кіріп кетеді. Бір-екі рет жеңгеннен кейін ойынға қызығып, казиноны жағалай бастайды. Осылай құмары артып, арасына көп ақша тауып, жағдайы жақсарғандай болады. Бірақ кейіннен жеңілістер орын алады. Қалайда қайтарып алам деген ол біреулерден қарызға ақша алып, оны да жеңіледі. Оны соққының астына алып, қанымен қағазға бастырып қолын қойдырады. Осылай қарызды қайтара алмайтынын түсініп, уайымдағаннан дәрі қабылдап өлмек болғанда, оны танысы байқап қалып құтқарғанын түсінеміз. Сол кезде Мудзи пайда болды дейді. Тойдан алдын оған бар шындықты айтып, енді ойнамаймын деп сөз берген екен. Қарызыңнан құтыл дегендей картасын ұсынады. Содан қарызынан құтылып, қағазын жыртып тастайды. Содан кейін ешқашан ойнамағанын, Мудзидің ата-анасының бизнесін қолға алып, жұмыстары жақсы жүргенін естиміз. Мудзи мұның барлығын жасап, кек алуды ойламайды. Мен оған сенемін, сондықтан маған ақиқатты табуға көмектесіңіз деп өтінеді. Сонымен визасының бітуіне бір-ақ күн қалады. Хассел табылды, ол 200 мыңға куәлік етемін. Сіздердің Мудзимен түскен фотолардың көшірмесі ода бар екен. Не сұраса да беремін деп Хасселге кеп, оның берген флешкасын тексеріп, ішінде өздерінің суреттерін көреді. Сол кезде бір дайвер қыздың фотосын көріп, оны танисыздар ма? Ол менің дайвинг жабдығымды жалға алып қайта бермеді дегенде Хэфэй, жоқ, ол ондай емес деп Хасселге ақшасын беріп, өздерімен куәгер ретінде ертіп кетеді. Дайвердің сөзінен кейін ойланып қалған Чен, Мудзи суға түскен ба десе, жоқ, ол жаңадан үйреніп жүрген, жалғыз бармайды деп бой бермейді. Мүмкін сіз бірдеңе жасаған шығарсыз деп жігіттен ештеңені жасырмай шындықты айтуды талап етеді. Алайда бала бар шындықты айттым, тағы не айтуым керек дейді. Сонымен қыз көлікті айдаудан бас тартып, Хэфэй куәгерді түсіріп, қызды жұмыстан босатады. Сол кезде куәгерді біреу атып салады. Оларға да оқ атылып, олар көлік артына тығылып, астынан қараса, біреу қарумен кеп флешканы алады. Хэфэйлер қашып кетеді. Орман ішімен өтіп, өзенді кешіп келсе, су төменге ағып жатыр екен. Қуып келе жатқан адам оқ атып, қорыққаннан қыздың қолы жігітке тиіп, ол төмен құлдилайды. Су астынан шығып, тез қонақ үйге жетеді. Кеп паспорттар мен ақшасын дайындап жатқанда, әйеліңмін деген қыз келіп қалады. Қолында бөтелкесі бар екенін көрген жігіт, сендерге қанша ақша керек? Айтыңдар, берем, тек мені жайма қалдырыңдар десе, қыз, бізге ақша емес, мен сені толықтай қалаймын деп басына бөтелкені ұрып жаралайды. Жүйкесі тозған бала оны қылқындыра кетеді. Сонда полицейлер кеп қалып ажыратып алады. Кейін оянса, клиникада жатқанын түсініп, неге мені байлап тастағансыздар деп сұраса, сіздің қояншығыңыз ұстап қалды деп бір препарат салатын кезде палатаға полиция Джан кіріп келеді. Олар мені өлтірмекші, мен дәлелдер таптым деп шырылдайды. Бірақ Джан үндемей жүргенде артынан әйелімін деген қыз бен аңдыған еркек кіреді. Сонда аяқ киіміне қарап, куәгерді өлтірген сол екенін түсінеді. Ота жарты сағаттан кейін дейді. Жігіт шошып, қандай ота деп жатады. Оған уколды салып, шашын тақырлап ала бастайды. Содан Хэфэй әлсіз күйде жатқанда, біреу ішке қайшы секілді құралдарды көтеріп келеді. Кеседі деп ойлаған бала қорқып, тиіспеңіз дегенде адвокат боп шығады. Оның басын босатып, толықтай шешпей, олар дәрігерге ақша беріп қойған. Алмаған Хасселді өлтірді деп айып тағылып, мені қамауға алмақшы. Олардың күшті екенін білген, бірақ соншалықты деп ойлаған жоқпын деп қылмыскерлерді айтады. Енді не істейміз деген жігітке соңғы амал шынайы Мудзиді табу керек десе, не, ол жоғалып кетті, оны екеуміз іздедік қой дейді. Сіз оның қайда екенін білесіз деп балаға қысым көрсеткендей боп сөйлейді. Алайда жігіт ол жоғалып кетті деп мойындамайды. Сонда Чен дайвер жабдығын жалға беретін жердегі әсеріңізді көрмегенде, ойынды сіз жүргізіп жатқаныңызды білмейтін едім дейді. Ол кезде қыз жабдықты алып әкелмеді дегенде, ол емес деп қарсы айтқан сөзін есіне түсіріп, Мудзидің сол жерден екі жабдықты алғаны жайлы қағазды көрсетеді. Әйелмен су түбіне түскенін, ал кері жалғыз қайтқанын көреміз. Сіз бұған ұзақ және тыңғылықты дайындалғансыз деп Хэфэйге айтқанда, Хэфэй миға қонымсыз нәрсе айтып жатырсыз деп күледі. Сонда Чен адамдар өзгермейді, ескі әдеттеріне қайтып оралады деп, сіз Мудзиді кездейсоқ жолықтырдыңыз. Бірақ оның кім екенін білгеннен кейін, яғни қайтыс болған бай ата-ананың мұрасы қызға өтеді дегенді оқып, барлығын жоспарлағанын, немен айналысатынын бәрін зерттеп, оның сеніміне кіргенін көреміз. Болды, доғар, не керек сізге деген жігітке, мені іздестіріліп жатқандар тізімінен алынып тасталуымды қалаймын. Қалыпты өмір сүргім келеді. Мудзиді табу керек. Мен бір қоңырау соғып, полиция басшысымен судья келеді. Егер олар сізді соттамақ болса, мен сізді қиындықсыз ақтап аламын. Себебі өлгендер сөйлей алмайды. Оны қайдан іздеу керекпіз деп Мудзиді сұрайды. Хэфэй мен білмеймін дейді. Сонда уақыт аяқталып жатып, дәрігер ақшаға сатылған. Олар сізді бөлшектеп тастайды. Берілуді қалайсыз ба?
тез айтыңыз, қайда деп оны жұлқылайды. Секундтар аяқталар алдында қорыққан жігіт Маяк Можа деген жерді айтып үлгереді. Мен оны сол жерде жалғыз қалдырып кеттім, амал болмады. Негізгі көрініс көрсетіле бастайды. Одан қарызын сұрап келеді. Бәрін қайтарамын деп құтылып, Мудзиден көмек сұрайды. Сөйтсе 10 миллион қарыз болған білген әйелі, сен маған енді ойнамаймын деп сөз берген едің ғой деп ашуланып, оған көмектеспейтінін жеткізеді. Кейін уайымдап отқанда SMS келеді. Құпия түрде әйелінің жоғалып кетуінің арқасында күйеуі көптеген мұрагерлікке ие болды дегенді оқып, әйелінен құтылуды ойлап жоспарлаған екен. Яғни демалысқа әдейі келіп, әйелін өлтіріп, оны жоғалды деп танып, оның ақшасын иемденгенін қалаған екен. Қандай ұятсызсың деген Чен кетіп қалады. Кейін жыбырлап қолындағы белбеуді аузымен шешіп алып, өзін босатады. Үстелдегі пышақты ұстап дәлізге шығады. Әр есікті тартып аша алмайды. Кейіннен бір есік ашылып, күннің сәулесі түседі. Ескі ғимараттың ортасында тұрғанын көреміз. Айналасына қарап, ол жерден қаша бастайды. Жүгіріп келіп есікті ашып кірсе, іште қатысы бар барлық адамды көріп таң қалып қарап тұрады. Кейін Чен алға шығып, кеудесінде жабық тұрған татуын ашқанда, Мудзидің досы Манман екенін түсінеді. Манман театр режиссерлігінде белгілі жетістікке жеткенін көреміз. Кейін Мудзилер саяхатқа аттанады. Келесі спектакліне дайындық кезінде Мудзи су түбіндегі аспанды көремін деп SMS жазыпты. Байқа, келгеннен кейін хабар бер деп жазады. Бірақ ешқандай жауап болмай, оған қоңырау соға бастап, Мудзиді ала алмайды. Уайымдаған Манман Таиландтағы полиция учаскесіндегі іздеу тақтасында Мудзиді іздестіріліп жатыр дегенді көріп, жаман болып қалады. Мудзидің телефонының сигналы осы жерде жоғалды деп болжап, бүкіл актерларын жинап өз спектаклін қоюды шешеді. Барлығы өздеріне жүктелген актерлік міндетті орындауға тырысып, қонақ үймен ақшаға келісіп, дайындала кетіп, қызға тыртықта салу үшін аяғын күйдіреді. Чен спектаклін қойып, шындықтың бетін ашады. Қалай болғанын естіген Хэфэй мен сені өлтіремін деп ұмтылғанда, полиция қаптап қоршап, оны қолға түсіреді. Чен мен бірнеше адам су түбіне түседі. Төрт бұрышты тор ішінде өлген екен. Кейін тор сыртына шыққан бір бейджді алады. Содан түрмедегі жігітке кеп, оны сотқа беру үшін көптеген заң бұзушылықтарды жасағанын, соған әлі жазасын алатынын айтады. Хэфэйдің Мудзиді өлтіргеніне өкінбегенін көрген қыз, ол сені бәрінен қатты жақсы көрген еді деп судан алған бейджді алдына іліп қояды. Баланың түрі өзгеріп шығады. Манманға су астына түскенде, мен оған айтамын, ол мен үшін және біздің баламыз үшін ойынын қойып, өзгеретініне сенемін дегенін естиміз. Яғни ол екі қабат болған екен. Оны суға түсіріп, торға кіргізіп, төбеге қара деп балықтардан құралған су түбіндегі керемет көріністі бақылайды. Сол кезде байқатпай шығып, тордың есігін жауып тастайды. Кететін кезде қыз, аш, не істеп жатсың дегендей тыпырлап, қалтасындағы бейджді шығарып көрсетпекші болады. Бірақ бала артына қарамай оны қалдырып кетеді. Сол суретті көрген Хэфэй еңкілдеп жылап өкінгенін түсінеміз. Осылай ойын құмар күйеуі өзгеріп қалады деп ойлап келген Мудзидің ойы ақталмай, ақша үшін өз әйелін өлтіріп, жоғалды деп байлығын иемденемін дегенде, өтірік әйелі пайда болғанда байлықтан айырылып қалудан қорыққан бала адвокатқа жүгініп, ол әйелі еместігін, оның жоғалғандығын дәлелдемекші болады. Бірақ тұзаққа қалай түскенін білмей қалады. Мұрагерлікке ие боламын деген ол тек әйелін ғана емес, баласын да өлтірген болып шықты. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.